Қазақстанда, жалпы бүкіл әлемде негізінде әскерде, жатақханаларда, спорт школаларда, жалпы мектептерде жаңағыдай зұлымдықтар бар. Яғни дедовщина секілді, система, жүйе секілді залымдық бар. Оның негізі түрмедегі түсініктер, понятиялар көшеге шыққан, көшеден ол мектепке кірген, мектептегі балалар бір-бірін ұрып, ақша тартып алу, топ-топ бөлініп бір-бірімен төбелесу, кімнің басым екендігін дәлелдеу үшін, дұрыс понятияларды тарату үшін, типа дұрыс қой, дұрыс понятияларды тарату үшін сондайға әуес болады. Залымдыққа, зұлымдыққа әуес болады. Ол мектептен студенттік шаққа барады, жатақханаларда, басқа да оқу орындарында ол жалғасады. Одан кейін армияға барса, армияда да сол дедовщина күтіп тұрады. Яғни залымдық, зұлымдық өте қатты терең дамып кеткен. Бірақ Аллаға шүкір, қазіргі сауатты 21 ғасырда адамдар мейірімділікке қарай, дұрыс позицияға, дұрыс түсінікке қарай бет бұрып жатыр. Ислам діні өз үлесін оған қосуда. Мен айтарым, мұсылмандар, иман келтірген мұсылман адам ондай залым болуға болмайды. Залымдардың жазасын Алла тағала өте қатаң түрде берем деп айтқан. Сондықтан зұлымдық бұл үлкен күнәлардың бірі. Жігіттерге айтарым, қазақтың жігіттері, жалпы мұсылман жігіттерге айтарым, ондай залымдықтың негізі болмаңыздар. Басты рөлінде оны ойнамаңыздар. Мектепте болсын, колледж, университетте болсын, армияда болсын, зұлымдыққа көз жұмбаңыздар, зұлымдықты ұйымдастырмаңыздар, және ол жасалып жатқан кезде оған көрмеген секілді болып, біреу таяқ жеп жатса үндемей қарап өтіп кету деген болмайды. Бізде, дінімізде, жалпы қазақтың түсінігінде әлсізді қорғау деген нәрсе бар. Әлсізді қорғау керек. Құдайға сол кезде жағасын. Алла сол кезде сенен разы болады. Әлсіздің біреу дүниесін, ақшасын, соткасын тартып алып жатса, әлімжеттік жасап, системаға кіргізіп, ұрып соғып жатса, оған қарап тұра беруге болмайды. Қорғау керек. Адам, мектептің балалары балалықпен еліктеп істейді. Колледждің, студенттің балалары уже бастарына сіңіп кеткен, оны дұрыс деп ойлайды. Сол нәрсені дұрыс деп ойлап, зұлымдық жасап, системадан ұру, дедовщина, порядок болып кетеді, өздерінше порядок. Алға қарасаң, негізінде адамның құқығын таптау, намысын, арын таптау, жігерін сындыру, сағын сындыру болып табылады. Армияда енді ол сұмдық. Бұның күресі ең біріншіден мұсылман адамдарға, жігіттерге айтарым, иман жігіттер, бұнымен күресу керекпіз. Бұны өзіңнен баса өзің тоқтат. Одан кейін мемлекет дұрыс деп жатыр, бір жағынан көптеген видеокамералар орнату керек. Мектепте, университет, колледждерде, армияда көп видеокамера көп болу керек. Яғни оңашада қалып қойып, бір бөлмеге кіргізіп алып, ұрып соғу деген болмас үшін, әлімжеттік болмас үшін камера көп керек. Сосын видеоға түскендерді қатаң жазалау керек. Сол іс-шараны ұйымдастырып, адамдарды ұрып соғып айтқан кезде көп достарым, таныстарым бар, армиядан келеді, әйтеуір бір жер ауырып келеді. Тісім ауырады, армияда төбелескен едік, басым ауырады, қатты удар алған едім, қабырғам мына жер сынған еді, саусағым мына жер сынған еді деп, яғни таяқ жегеннен көп травмамен келеді. Ол анық, оны біледі жігіттер, ол дұрыс емес. Ол дұрыс, ол еркектік емес, ол тәрбие емес. Сол тәрбиені ұйымдастыратын адамдардың өзіне тәрбие керек. Ол өзін абыройлы ұстамағаннан кейін, өзін сыйлата алмағаннан кейін, қорқыту, ұру арқылы, әлімжеттік жасау арқылы сыйлатқысы келеді. Ол дұрыс емес. Қазақты сыйлау керек, мұсылманды сыйлау керек. Жалпы адамды сыйлап, дұрыс өту керек. Ешкімге зиянын тигізбей, әлсізді қорғап, дұрыс өмір сүрейік.